туған айтыстың түрі қандай? Неше атты тұрады? 5 атты тұрады. Шаманизм дін нанымына байланысты туған айтыстың түрі. Көмек бере ғой? Бәдік дейді. Көмек бәдік айтты. Бірақ отыра ғой. Қай сұрақ? Айтыстың біз білетін неше түрі бар? 6 түрі бар. Айтыстың 6 түрін. Жар айтысы, өлім түрінің айтысы, жануарлар айтысы, сосын салт айтысы. Ол 2-ге бөлінеді. Айтыскерлер айтысы және де жігіт айтысы. 3. Айтыс өнерінің алтын діңгегі кім? Сүйінбай Аронұлы, иә? Жақсы, отыра ғой. 4, 5, 6. Сүйінбай мен Қатаған айтысының шешімін кім шығарды? Кім тоқтап айтты? Кім? Қалай? Жоқ. Аймхан, бөлтірік. Келе ма бөлтірік деген? Жоқ. Сол Қатаған. Кім? Бәйдік, иә? Қарабай. Қай сұрақ қалды? 4-ші сұрақ қалды, иә? 4 пен 5. Кім жауап береді? Бауыржан жауап береді. 4-ші сұрақ. Сүйінбай Аронұлы қай ауылды дүниеге келген? Саған сында көмек беріп тұр. 2 айырғы бар екен. Қара қыстақ. Қай жерде ол? Қай қалада? Осы? Осы Алматы облысында. Жақсы. Қара апай. Ас беріп жатқанда айтсады. Қандай? Кім ас береді? Кімге ас береді Орманхан? Орманхан. Кімге ас береді? Орманхан. Кімге ас береді? Орманхан. Яғни бәрін білетін. Мына жаққа Сүйінбайдың асыл қасиеттерін, Қатағанның қандай мінездерін байқадыңдар және де ұқсастықтардың ортақ мінездерін, айтқан сөздерін жазатын боламыз. Яғни спорт ойында қазір бағалап отырмыз. Бір тоқтырасыздар. Оқыңдар Сүйінбайдың фамилиясы оқы Сүйінбайдың. Тыңдаймыз. Сүйінбай сабырлы, және оқыса, ұшыру мәдениетті, халқын қамылы, елінің байлығын айта білген, елдің халқын басын қосқысы келген, қарсыластары туралы жаман сөз айтпаған. Сүйінбай ол бізде ақылды, сабырлы, өз елінің байлығымен емес, халқымен мақтанады. Сонымен қатар айтыскер болғанымен оның поэзиясы теоретикалық философия. Жақсы. Қатағанды бастап оқиық. Айсыл оқи бер. Қатаған тақпай, өзімшіл, тәкаппар, мақтаншақ, жаусыз, бай, өз қарсыласын менсінбейді. Жақсы. Дина оқи. Қатаған. Жақсы. Жақсы. Мына жақта неге ақыл? Екеуі ортақ күйдері олар жақсы айтыскерлер, әрі екеуі де суырып салмайды. Жақсы. Ақылдар, жыршы айтыскерлер және де сөзге сөз табатын ақылдар. Суырып салмай, мына топта әрбір суырып салма ақылдар, айтыскерлер, екі елдің атынан, екі елдің жақсы жақтарын айтып, айтысатын
суық салма айтыскерлер, иә. Үш топқа айтыстағы ақындардың сөз саптауларына қарай негізгі мәселелерді атаңдар. Төртінші топ, бұл айтыс тарихта қандай ерекшелігімен құнды? Сұрақ тобы. Бұл жерде Сүйінбайды салдыруы туралы айтылады. Сүйінбай, егер де мысалы айтысатын кезде олда мысалы көптеген адамдар оларға андай жамандық тілеп тұрады. Сол кезде Сүйінбай өзінің сабырлығын білдіріп, оған жақсылықпен жауап беріп, сол кезде адам да өзі жамандықпен жамандық жауап бергенде одан ары жынданып кетеді. Ал содан кейін сабырлық көрсеткеннен кейін адам да мейірімді болады. Ал көрегенділігін қай кезде қай жерде байқадық? Сен айтып тұрсың. Ал көрегенділігін қай жерде тапсырылған? Қай жерде байқадық? Әрбір сөзіне сөз толтырады, яғни ол қадаған кезде оған ауыр сөзді жанына бантайын деп тұрса, ол оны қолына келтірмеу үшін оған да екі есе оған қайтарады, бірақ ол сөздер қатты ауырламайды. Ол негізі екі елдің достығын қалады. Екінші топ сұрақ қандай? Сүйінбай екі ел арасындағы достық өзгері дегенді қалай түсіндіреді? Неліктен достыққа некері? Неге олай ойлайсыз? Сүйінбай екі елдің қарым-қатынасын жақсарту мақсатында қырғыз ақынмен айтысқа қатысқан. Себебі сол ғасырларда қазақ пен қырғыздар арасында көп соғыс болды. Тағы да? Сүйінбай ол қазақ халқы мен қырғыз халқының арасындағы көпір ретінде осындай мақсатта айтылған. Қазақ халқы мен қырғыз халқы ол кезде қазіргі кездегідей достық, жақсы қарым-қатынас болмаған. Себебі 19 ғасырдың басының аяғына дейін қырғыздар мен қазақтардың арасында Ресей империясының қырғыздар мен қазақтардың арасында араздық туғызады. Тіпті Кенесарының басын Кенесары намаз оқып жатқан кезде Кенесарының басын қырғыздар Ресейге апарып берген. Сол заманда сонда араздық туғаннан кейін Сүйінбай жақсы мақсатта осы екі елдің араздығын тоқтату мақсатында бір түркі елі ретінде қабылдау мақсатында осындай айтыс жақсы сөздер. Осы айтыстың бастығы айтады екен, мен екі елді араздастыру мақсатында айтыспаймын, мен екі елдің достығын нығайту мақсатында айтсамын деген жақсы. Сөз саптауларының негізгі мәселелерін Бұл айтыстарда қандай ерекшелігі? бұл айтыстарда қандай ерекшелікпен құнды? Сүйінбай айтыс арқылы екі елдің басын сөзгісі келген, яғни жақсы мақсатпен айтысты. Бұрынғы кезде болмаған журналистер оған айтысы келген. Басқа айтыстарға қарағанда ұрыспаған жай екі елдің басын қосқысы келген. Жақсы. Тағы да Сүйінбай сенімді өз елін яғни ол қырғыздардың елін жамандамай екеуінің басын қосқысы келген. Сол кездегі мысалға Ғалиевтің жылы айтқандай қырғыздар Кенесары ханның басын кесті және осылай жамандық жасаса, ол керісінше оған жақсылық және екі елдің басын қосқысы Аллитерация, ассонанс, эпитет, метафора, теңеу. Қазір екі топқа бірдей, төрт топ қой. Екі топқа, екі топтан бірдей үзінділер алып келдім. Осы үзінді ішінде қандай түрі бар екен, соны анықтап сәйкестендіреміз. Ассонанс. Что такое ассонанс? Ассонанс. Не метафора.
А, теңеу. Қазір мына топтан мирас оқиды бір үзінді, сосын інжу оқиды бір үзінді. Тыңдаймыз. Бірдей топтан тыңдаймыз. Мирас оқиды. Байлық десең мұнда бар, көптік десең мұнда бар, беттік десең мұнда бар. Қай тұрып тұры? Эпифра, дұрыс па? Жақсы. Екінші үзінді інжу оқиды. Басыңнан өлең жаудырып, бір құрайын кезімді. Аллитерация. Жақсы. Осындай үзінді кім қай топта? Мына топта қойдым, иә? Ардақ оқы үшінші үзіндіні. Шапырашта елім бар, асқақтауда белім бар. Ол теңеу? Иә, қай жеріміз тұр теңеу? Тауда. Тауда, яғни тауға теңеп тұр, иә? Жақсы, ары қарай мирас оқиды төртінші үзінді. Топ басынан, сөз бастан жүйрік. Ол Қалай? Топ? топ бастан бұлбұл. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін. Не болады? Метафора дейді, дұрыс па? Қалаға аспандағы Қырағы аспандағы ақиықпын. Метафора жақсы. Анитхан екінші үзінді оқы. іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Не болады? Анафора. Жақсы, мына топтан. Назым. Үшінші үзінді оқы. Құс мойынды қоян жоқ. Тұлпардан туған жасаған ол метафора. Иә, құс мойынды қоян. Ары қарай Аружан Айзере оқы. Тексере отырамыз. Тәуешкі беттік басып, саяғыма шығайын. Теңеу, қай жерінде теңеу? Тәуешкі дейді. Жақсы, Аружан соңғысын оқы ғой.